Прокатта қомақты қаражат жинаған қазақстандық фильмдердің тізімі жаңарды. Отандық кино туындыларға сұраныс қалайша артты? Рекорд көрсеткішке кім жетті? Ал шетелдік фильмдердің табысы қанша? Бұл туралы осы шығарылымда ашып айтам. Алдымен арнаға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сонымен қатар кезекті шығарылымдардан хабардар болу үшін қоңыраушаны да белгілей кетіңіз. Белгілі актриса Дариға Бадықованың комедия жанрындағы «Таптым-ау сені» фильміне киносыншылар тарапынан көп наразылық айтылса да, халық жоғары баға берді. Кинопарк мамандарының айтуынша, бұл туынды 2 айда 1,827 миллиард теңге жинаған. Мұндай көрсеткіш жақсы жарнаманың нәтижесі әрине. Одан бөлек, осы фильмнің саундтрекі ретінде таңдалып, Дариға Бадықова мен Олжас Абайдың орындауында қайта жазылған «Сезім үшін» әні халық арасында кеңінен танылып, хит болғаны көрерменнің артуына себепші болғаны анық. Айтпақшы, олар енді бірге кино түсіріп жатыр. Олжас Абай да Бадықова секілді продюсер ретінде бағын сынап көрмек. «Тастаймын-ау сені» деп аталатын туынды мамыр айында көрерменге жол тартпақ. Қомақты табыс тапқан кезекті фильм «Дәстүр». Бір аптада 1 миллиард, ал бір айда 1,728 миллиард қаржы жинаған. Режиссер Қуандық Бейсек қоғамдағы зорлық-зомбылық пен дәстүрді сипаттайтын толық метражды картинасын өткен жылдың соңында көрерменге ұсынды. Біраз сын айтылды. Оның ішінде фильм дінді насихаттау үшін түсірілген деген пікірлер де кездесті. Дегенмен, мұндай жанр Қазақстанда бұрын соңды болмаған. Сұраныстың артқаны да сол себептен болса керек. 1 миллиардтан астам қаражат жинаған фильмдер арасында Міржақып «Оян қазақ» та бар. Алдымен 6 бөлімді сериал ретінде жарыққа шығып, мемлекеттік арнадан көрсетілді. Кейін көрерменнің сұранысына орай толық метражды фильм жасалып, прокатқа шықты. Тарихи фильмді белгілі режиссер Мұрат Есжан түсірді. Мамандардың сөзінше, отандық фильмдердің қомақты қаражат таба бастағаны заңдылық. Соңғы бірнеше жылдан бері Нұрлан Қоянбаевтың әр елдегі қазақша бизнесі прокатта кемінде 1 миллиард теңге жинап келді. Елімізде киноға бару мәдениеті қалыптасты. Кино арқылы қыруар қаржы табуға болатынын білген өзге продюсерлер бәсекеге түсіп, түрлі жанрдағы фильмдер түсіріле бастады. Соның нәтижесінде бүгінде контенттің кемі 50% қазақ тілінде жарық көріп жатыр. Бірақ былтыр прокатта болған «Аватарға» әлі де ешқайсы жете алмай келеді. Джеймс Кэмеронның туындысы Қазақстанда 3,5 миллиардтай касса жинаған. Шығарылым көңіліңізден шықса, лайк, комментарий қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Және кезекті шығарылымдардан хабардар болғыңыз келсе, қоңыраушаны да баса кетіңіз.